Бүгін біз Один дома фильміндегі Кевиннің үйін көруге бара жатырмыз. Менің есімім Гаухар, біз Америкадағы қазақ отбасымыз. Бұл үй бізден жарты сағаттық жерде орналасқан. Осындай күшті районға келдік. Жақындағаннан балалар қатты қуанып, есігінің алдына келсек, біз сияқты тамашалауға келген адамдар қаптап жүр екен. Кинодан көру бір бөлек, үйді өз көзімізбен көргенде ерекше әсер алдық. Дәл кинодағыдай сыртын өзгертпеген екен. Бірақ бұл үй қазір сатылымға шығарылған, бағасы $5,5 миллион. Өте қымбат, және әлемнің түкпір-түкпірінен осындай туристер келеді. Сондықтан үйдің ауласын осылай қоршап қойған. Біз де бала кезімізді еске алып, балаларға айтып беріп, суретке, видеоға түсіп, кейін балаларды алып тамақтануға жақын жердегі Макдональдске келдік. Маған негізі Макдональдс өте ұнайды, балаларға да ұнайды. Сондықтан бүгін осында келдік. Тапсырысымызды беріп, осы алғандарымыздың барлығы бізге $40 шықты. Жақсылап тамақтанып алған соң, осындай әдемі үйлердің арасымен жүріп, ойнайтын алаңы бар бір паркке келдік. Балаларды ойнатамыз деп отыратын да жер бар екен. Өте әдемі жерде әбден балаларды ойнатқаннан кейін өзімізде асықпай демалып отырып, сосын кешкі салқынмен шуылдап үйімізге қайттық. Америкадағы қазақтардың өмірі қызық болса, парақшама тіркеліп алыңыз.